Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін YouTube арқылы ақша табудың жолын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ғаламтор арқылы ақша табудың ең тиімді жолы YouTube желісінде өз арнаңызды ашу. YouTube өзге әлеуметтік желіге қарағанда ерекше. Видеомен жұмыс жасай алуым керек. Оқиға желісін ойластырып, оператор, дыбыс режиссер болуға әрі видеоны өңдей алуға тиіссің. YouTube арнаңызды өзіңіздің сүйікті ісіңіз ретінде қарастырыңыз. Әр жұмысыңыз өзіңізге қуаныш сыйлай білу керек. Кейбір арналар тек көрермен үшін жұмыс жасайды. Олар соғысымен жеңіледі. Сонымен қатар арнаңыздың дамуы уақыт керек екенін естен шығармаңыз. Алғашқы пайдаңызды көру үшін бірнеше видео түсіріп, оны жариялауыңыз керек болады. Ең бірінші, дайындық жұмыстарын жүргізіңіз. Алдымен өзіңіздің болашақ видеоларыңыздың қандай тақырыптай қамтитынын саралап, жоспар құрып алыңыз. Алғашқы видеоңыздың оқиға желісін құрастырыңыз. Сіздің тақырыбыңыз қаншалықты халық арасында сұранысқа ие екенін біліп алыңыз. Сол тақырыпқа қарай басқа адамдардың не түсіргенін қарап шығыңыз. Өз арнаңызды ашыңыз. Тақырыбыңыз тар шеңберде қалып қоймасын. Ауқымды мәселелерді көтерер болсаңыз тіпті жақсы. Әзілді контентті де ұмытпаңыз. Әрі өзіңіздің тақырыбыңызға сай теги деген сөзді қолдану керек. Келесі, контент жасақтаңыз. Көп блогерлер ақша табуға асығады, контенттің екенін ұмытып қалады. Дегенмен жарнама берушілер жазылушысы жоқ, көрілімі саны аз арналармен жұмыс жасамайды. Сол себепті бастапқыда видео контентіңізді кеңейтіңіз. Олар ұзақтығы әртүрлі болуы мүмкін. Дегенмен адамдарды жалықтырып алмау үшін 5-20 минут аралығында жасағаныңыз жөн. Өзіңіздің көрермендеріңізбен жұмыс жасаңыз. Жазушыларды накручивать етудің қажеті жоқ. Егер жазушыларыңыз миллион болып просмотр саны 1000 болса, онда дұрыс емес. Егер арнаңызға белгілі бір қызығушылығы бар адамдардың назарын аударта біліңіз. Және де әрбір жазылған пікірге жеке жауап беріңіз. Әр әлеуметтік желінің өзінің талаптары бар. Сол талаптарына байланысты соны ескергеніңіз жөн. Негізі автоматты түрде жарнамаға көп адам тапсырыс береді. Сондықтан сіз өзіңіз контентіңіз не туралы екенін, қандай видеолар түсіретініңізге байланысты өз жарнамаңызды ұсынуыңызға да болады. Бұл просмотрдан басқаша да ақша табудың жолы болып табылады. Әрбір көрермен сіз үшін өте маңызды болу керек. Сондықтан өз арнаңызды бүгін ашуды ұмытпаңыз. Егер бұл видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіз